Балалар, қазақ тілі сабағына қош келіпсіздер. Балалар, бүгінгі күндерің сәтті, қуанышқа толы өтсін. Бүгінгі сабақта барлығымыз бірлесе отырып, сабағымыздың сапалы, әрі қызықты өтуіне ат салысып, барлығыңды шақырамын. Балалар, бүгін біз сендермен жаңа тарау бастаймыз. Болашақ энергия көздері. Соның ішінде бірінші сабағымыз экологияны сақтаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экологияны сақтаймыз. Оқу мақсаты тыңдаған мәтіндегі фразалар мен дәйек сөздерді талқылай отырып, тақырыппен көтерілген мәселені болжау. Халқымыз табиғатты анаға теңеген, өйткені табиғатта тіршілік өсіп өнеді. Өзіндегі барды адамға, жан-жануарға, өсімдікке берген. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Табиғат сырын терең білмей, оған немқұрайлы қарау үлкен апатқа соқтырады. Бір кездерде табиғатты бағындыруды мақсат тұтып, ормандар аяусыз балталанды, аң-құстар шамадан тыс ауланды, жер жөн жосықсыз жыртылып, топырақта эрозия пайда болды. Соның салдарынан бүгінгі таңда адам баласына ядролық апаттан гөрі экологиялық апат аса үлкен қауіп төндіріп тұр. Біздің экологиялық апатқа душар еткен адам санасының эрозиясының нәтижесі. Экология деген сөз тіршілік ету мекені, өмір сүретін орта туралы ғылым дегенді білдіреді. Алғаш рет 1886 жылы экология терминін атақты неміс биологы Эрнест Геккель ғылымға енгізген және экология табиғат пен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасын зерттейтін ғылым деген анықтама берген. Бүгінде тәуелсіз Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем алдында экология мәселелері тұр. Адам ақыл ойының нәтижесі алып, ракеталар, атом станциялары, заводтар, ғылыми прогресс жетістіктері өмірімізді байыта жеңілдете түсумен қатар қауіп-қатер туғызуда. Осының бәрі экологияның сананың жеткіліксіздігінен, адамдардың болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігін жете сезінбеуінен, адам өміріне экологиялық зардаптардың әсер ете бастауы, олардың қоршаған ортаға жыртқыштықпен қарауының салдары. Жел энергиясын арнайы электр генераторлардың, диірмендердің көмегімен түрлендіру арқылы жаңа қуат түрін алуға болады. Жел энергиясының артықшылықтары шикізатты сатып алу, тасымалдаудың, қалдықтары шығарудың қажеті жоқ. Табиғи ресурстар үнемделеді, отын, электр қуаттың шығындары қысқарады, атмосфералық жылулық балансқа әсер етпейді. Табиғаттың оттек қорын сақтайды. Желдің кинетикалық энергиясын электр қуатына тегін айналдырады. Дегенмен, жел энергиясын өндіруде кемшіліктер де бар. Мысалы, жел қондырғыларының жұмысы эфир кедергілерінен тудырады. Пайда болатын шу адамның денсаулығына және жануарлар әлеміне кері әсерін тигізеді, әрі үлкен аумақты қажет етеді. Бағалау критерийлері мәтіндегі фразалар мен дәйек сөздерді талқылай алады, тақырыппен көтерілген мәселені болжай аламыз және экологияны ластамауға, сақтауға баулиды. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысамыз. Әлем, жылу, қалдық, жануарлар, кедергі, қуат, ластау, электр, жел, тұрақсыз. Бірінші тапсырма сәйкестендір. Тұжырымдар мен суреттерді сәйкестендіреміз. Бізге берілген 4 сөйлем бар. Сол 4 сөйлемді 4 суретке сәйкестендіреміз. Бірінші, мұнай қоры азаюда. Екінші, әлем халқын экология алаңдатады. Үшінші, Қазақстанда жел энергиясы өндірілуде. Және төртіншісі, күн энергиясының
пайдасы бар. Осы 4 сөйлемді 4 суретке сәйкестендіреміз. Екінші тапсырма айтылым дағдысы бойынша болашақ энергия көздерінің ерекшелігіне сипаттама беріп, ойыңды білдір дейді. Бірінші жел энергиясы туралы сипаттама береміз. Күн энергиясы, үшінші су энергиясы, геотермиялық энергия және табиғи ресурстардан түзілетін энергия. Мысалға, жел энергиясы дегеніміз табиғи ресурстардың және табиғат балансының қорғалуында ең ықпалды құралдың бірі болып саналады екен. Сол сияқты балалар, күн энергиясы, су энергиясы, геотермиялық энергия, табиғи ресурстардан түзілетін энергияға осылай түсініктеме береміз. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Жазылым дағдысы бойынша бізге тапсырма берілген. Сөздерден мағыналық топ құрандар дейді. Бірінші бағанаға табиғатқа қатысты сөздерді жазамыз. Екіншіге әрекет туралы сөздерді теріп жазамыз. Және үшіншісіне адамға қатысты сөздерді теріп жазамыз. Әлем, қуат, жылу, ластау, қалдық, электр, жануарлар, жел, кедергі, тұрақсыз, үлкен, аумақ, тасымалдау, оттегі, денсаулық, атмосфера. Балалар осы берілген сөздерді мына бағандарға теріп жазар. Бесінші тапсырмаға қараймыз балалар. Мәтін мазмұнына сәйкес сөз тіркесін құрастырыңдар дейді. Бізге мынандай сөздер берілген. Энергия, жылулық, қондырғылар, әлем, әсер. Осы берілген 5 сөздің алдына қандай деген сұрақ қоямыз да, соған сөз тіркесін құрастырамыз. Алтыншы тапсырмаға назар аударамыз. Айтылым бойынша сөйлемдерді толықтырамыз. Бізге берілген 4 сөйлем бар. Сол 4 сөйлемді оқып, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып айтамыз. Бірінші сөйлем. Жел энергиясын өндірсек, шикізатты тасымалдау шығыны арзанға түседі. Бұл жерде біз көп нүктенің орнына қандай сөз қойдық балалар? Арзанға түседі. Сол сияқты үшінші, төртінші сөйлемді ауызша көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, айтып шығамыз. Балалар, 7-ші тапсырмаға қараймыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылап, осы берілген 3 сұраққа жауап айтамыз. Бірінші сұрағымыз: жел энергиясын қалай алады? Екінші сұрақ: оны өндірудің артықшылықтары қандай? Және үшінші сұрақ: жел энергиясын өндірудің кемшіліктері бар ма? Осы 3 сұраққа жауап табамыз балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша жетістік баспалдағы әдісі бойынша сабағымызды бағалаймыз. Егер де толық түсінсек, түсіндім, түсінбедім деп, мына жерде белгі береміз. Балалар, ертеңгі күнге оқу тапсырмасын аламыз. 9-ші тапсырма: жел энергиясын өндіру қаншалықты тиімді деген сауалға мәтіннен деректерді келтіре отырып, ойыңды жаз.
Балалар, бүгін біз сендермен болашақ энергия көздері тарауы бойынша экологияны сақтаймыз деген тақырыпты меңгердік. Соның ішінде біз энергияны қайдан аламыз? Геотермиялық, табиғи ресурстар, жел энергиясы, су энергиясы, күн энергиясы арқылы алатынын меңгердік. Онымен қоса біз балалар экологияны ластамауға, қорғауға, сақтауға үйрендік. Бүгінгі тақырыпқа байланысты біз сендермен бүгін көптеген тапсырмалар орындадық. Бүгінгі сабақ қызықты әрі сапалы өтті деп білемін. Келесі сабаққа дейін балалар сау болыңдар.